түсіріп жатырмын сәдәлет сізді. Түсірткеніңізден түсіндім да уже. Қалайсыз, көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күйім жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Кешегіден кейін Зарина сізге ренжіп қалмапты ма? Не үшін? Сіз енді жоқсың қасында деп. Білмеймін, енді ренжиді. Сөйлесесіз ба жалпы? Жоқ, сөйлеспеймін. Мәссаған, қалай сөйлеспеуге болады? Сіздер таныстықта емессіздер ме? Қалай айтса болады оны. Болады ғой, бір сөйлескім келмей қалады табанасында. Ол сөйлескісі келмейді, сен сөйлескің келмейді, ол үшін. Сондай бір жағдай болып жатыр ма араларыңызда? Қалай айтсақ болады, өзі келіп, мен ешнәрсе айтпай қойыншы, кешегіден кейін де біраз әңгімелерге естіп отырып қой, типа жамандаған ананы, мен бірақ ешкім жамандаған жоқпын мен. Иә, тек іздедіңіз, иә? По факту қайда кетіп қалдым дедім, болды. Құлағымнан келіп кеттім ғой дедім, типа алдап қалдым ғой дедім, болды. Қайдасыз? Ол да сізге ответка қылып сторис түсіріпті. Қарамадым, мен оқымаймын қазір. Аллахи оқымаймын. Көңіл-күйіңіз қандай? Бірақ күшті емес сияқты. Көңіліңіз түсіп тұрған сияқты, шаршап. Андай бір рухани күшті болып тұрмын. Мәссаған, қайда барып келдіңіз онда? Ешқайда барған жоқпын, просто андай мен ойымды параққа түсірсем күшті болып қаламын, өз-өзіме риза болып қаламын сондай. Ойымды Кеше үміткеріңіз келді? Иә. Эфирден кейін тағы да кездесу орын алды. Енді эфирде толыққанды айта жатармыз. Иә. Бірақ енді өлең арнап, өзінің заботасын көрсетіп жатыр. Шариярдың айтқан пікірі орынды деп ойлайсыз ба? Ол не айтты? Жүрегі бекетте қалып кеткен. Жоқ. Енді ол андай ақталғымда келмейді, шынын айтқан кезде. Мен ойымша ол нәрсені енді мен біреуге сездіруге міндетті емеспін. Өзім үшін жоқ деп айта аламын, нақты болды. Солай.